Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Екінші сынып әдебиеттік оқулықтарыңды ала қойыңдар. Бүгінгі өтетін сабағымыз 51-ші сабақ. Бүгін мысал мен аңыздарды оқып үйренетін боламыз. Бірінші суретке қараймыз. Бірінші тапсырмада суреттегі балалар туралы не айтар едің? Өз ойыңды бөлісіп маған жолдаңдар. Жандағы дескрипторға қараймыз, сол бойынша жауап береміз. Сіздердің жауаптарыңыз өз деңгейінде болса 2 балл ала аласыздар. Тапсырма түсінікті болса, келесі тапсырмаға көшеміз. Балалар, бүгін біз қомағайлық деген мысалды дауыс ырғағымен оқып үйренеміз. Мен сендерге дауыс ырғағымен оқып беремін. Сіздерде үйлеріңізде аналарыңызбен, әкелеріңізбен, іні қарындастарыңызбен қосыла отырып, осылай оқып үйренесіздер. Сонда сіздерге әдебиетке деген қызығушылықтарыңыз күннен күнге арта түседі. Және мәтінді оқыған кезде көп балалар оқығысы келмейді, жалқаулық танытады. Міне сондықтан да балалар, сіздер егер дауыс ырғағымен оқып, қызықтырып, тапсырмаларды орындайтын болсаңыз, күннен күнге әдебиетке деген қызығушылығыңыз арта түседі. Сондықтан сіздерді әдебиетті оқуға шақырамын. Қомағайлық. Бір қомағай қонақта отырып, тамақты өте көп ішіп жепті. Үйіне келген соң мешкей күпті болып ауырып қалыпты. Көршісі келіп, «Саған не болып қалды?» деп сұрайды. «Қонаққа барған едім, асты көбірек жеп жіберсем керек», дейді. Сонда көршісі, «Ас біреудікі болғанмен, қарын өзіңдікі екенін ойламадың ба?» депті. Өте қызық балалар. Керемет. Осы мәтінді 3-4 рет оқып, сіздерде осылай оқып маған жолдайды деп ойлаймын. Келесі дәптермен жұмыс жасай отырып, бұл жерде түсіндірме сөздіктерді оқып және жаттап аламыз. Келесі сабақта міндетті түрде жауап бересіңдер. Ал балалар, бәріміз мына суретке мұқият қарайықшы. Бізге таныс кейіпкерлер бар ма? Қана аттарын атаңдаршы. Иә, жарайсыңдар балалар. Бұл суретте біз Қожа Насырды көріп отырмыз де, жарайсыңдар. Бір тойда ашқарақ біреу қомағайлана ішіп жегенімен қоймай, қалтасына құрт пен ірімшікті сала береді. Қасында отырған қожа әлгінің қалтасына ыстық шай құйып жібереді. Ашқарақ адамның тез ашуланатын әдеті емес пе? «Бұл не деген бейбастық?» деп қожаға дүрсе қоя береді. Сонда қожа байсалды пішінмен, «Қалтаң құрт пен ірімшікті көп жеді, шөлдеп қалмасын деп құйғаным ғой», депті. Өте қызық балалар. Міне балалар, қомағайлық, асты артық жеу денсаулыққа қаншалықты әсер ететінін сендер маған жазып жіберуді ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.